Баршаңызға жақсы қаралым болсын. Бұл фильмде арктикалық мұзда, қарлы боранда, ауа температурасы 70 градустан жоғары болатын. Ол аман қалуға және көмек табуға бар күшін салып жатқан адам туралы баяндалады. Әлеммен байланысы үзілген жерде апатқа ұшыраған ұшақтың ұшқышы Овергар өз өмірі үшін күреседі. Ол суыққа төтеп беруді және өзін тамақтандыру үшін балық аулап үйренеді. Оның күндері апаттық маяктан радио сигналдарын жіберумен және қолдан жасалған қармақтардан аздаған балық жинаумен өтеді. Кейде оның жинап қойған балықтарын ақ аю жеп кететін. Бір күні төбеге шығып келе жатқан Овергар құтқару тікұшағын байқап, қуанып белгі береді. Алайда қонуға әрекеттенген кезде тікұшақ қатты желдің салдарынан құлап қалады. Овергар апат орнына келіп, ұшқыштың ішінен қайтыс болған ер адамды көреді, ал екіншісі жас әйелдің тірі екенін біледі, бірақ Овергар қыздың іші жараланғанын байды. Қыздың ішін дәкемен жауып, тікұшақтың ішінен керекті заттарды алады. Әйелді өз ұшағына сүйреп апарады, кейінірек тікұшаққа оралып, шана, кейбір құралдар мен картаны табады. Бірнеше күн бойы Овергар іс жүзінде иесін жимайтын әйелге қамқорлық жасайды. Жедел медициналық көмексіз оның жақын арада өлетінін түсінген ол шарасыз қадам жасауды шешіп, әйелді шанаға жатқызып, барлық керек жарақтарды жинап, солтүстікте орналасқан метеостанцияға жол тартады. Олардың жолы өте қиын және Овергар маршрутты бірнеше рет өзгертуге мәжбүр болды, өйткені жер бедері оған әйелмен тікелей шана тартуға мүмкіндік бермейді. Қақаған мұзды күн. Бір күндері қарлы үйіндінің астында қонса, бір күні тасты үңгірде қонып шығады. Овергар қызға аздап балықтан және судан береді. Өзі де аздап тамақтанып алатын. Кенеттен кеш батқанда ақ аю кішкентай тас үңгірге тығылған Овергарға шабуыл жасамақшы болады. Овергар оны сигнал тексерушісінің көмегімен қуып жібереді. Таң атқасын қайта жолға шығады. Бір күні ол қыздың қызуы көтеріліп, аузынан қан кетіп жатқанын көреді, ауыр пневмонияның салдары. Содан кейін Овергар жараны тексеріп, тігістердегі іріңді анықтайды. Осылайша ол оның ешқандай мүмкіндігі жоқ деген қорытындыға келеді және жалғыз жүруді шешеді. Овергар қардың бетіндегі гүлді байқап, бірнеше қадамнан кейін бірден қар астындағы шатқалға құлайды. Есін жиып қараса, бір аяғы дәу тасқа қыстырылып қалыпты. Овергар аяғын әрең дегенде шығарып алады. Ол аяғынан ашық жарақат алады. Үңгірден шыға алмай қиналған Овергар қызды тастап кеткен жерге қайта барып, оның есін жиғанын біледі. Олар алғаш рет амандасады. Өзінің әрекетіне өкініп, қыздан кешірім сұрайды. Овергар өз жарасын орамалмен орап, әйелмен бірге шананы қайтадан тартып, баяу қозғала береді. Ақырында келесі төбеге көтерілген Овергар алыстан басқа құтқару тікұшағын және сол жерде екі адамды көреді. Овергар оларға шарасыз белгі берді, тіпті үстіндегі күртесін шешіп өртеп белгі береді. Бірақ тікұшақ ұшып кетеді. Амалы таусылып әбден әлсіреген Овергар соңғы үмітін үзіп көзін жұмып, әйелдің қасына жатады. Осы кезде олардың жанына тікұшақ келіп қонады. Фильм ұнаса қолдау білдіріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.